Сәлем достар, мына біреуді енді кейбіреулері қауын дейді, кейбіреулері діңке, кейбіреулері дін дейді, қарбыз деп жатады, әркім әртүрлі айтады. Жалпы осының да емдік қасиеті бар, соны біз айта кетейік деп отырмыз. Иісі мұрынды жарып тұр енді. Біз бұны тек тәтті жеміс ретінде ғана емес, ем ретінде де пайдалануды ұсынатын едік. Өйткені қауынның дәнегі майды табиғи жолмен ыдыратып, холестеринді жоятын, мал майларынан қалған қалдықты сыртқа қуатын қасиеті бар. Сондай-ақ асқазан, бауыр, бүйрек жұмысының жақсаруына себепкер. Егер артық салмақтан құтылғыңыз келсе, таңертең 1 стакан күріш суға пісіріп жеңіз. Оған дәм кіргізу үшін соя соусын қосуға болады. Одан кейін шамалап қауын жейсіз. 1 апта осылай етіп отырсаңыз, тәтті сусындар мен майлы астан бас тартсаңыз, жақсы нәтиже күтеді. Ұрып, көгеріп қалған, күйіп қалған жерге қауын қабығын жапсырсаңыз, тез жазылатын қасиеті бар. Ал мұрын қанаса, одан су ақса, қабығын қалыңдау етіп кесіп, танау ішіне тамызуға болады. Көз жиегіне сыздауық шықса, қауынның жұмсағын сәл қыздырып, көзді сол буына ұстаса ем. Бас ауырса 200 грамм қауын жұмсағын асықпай жеңіз. Аллергия асқынса 1 стакан қауын шырынын жылы суға қосып, соған шомылыңыз. Оны 7 рет жасау керек. Бұл емді 7 рет жасағаннан кейін жақсы нәтиже күтеді. Айтпақшы, жазда салқын су ішкеннен немесе балмұздақ әсерінен жұтқыншақ безі ісініп шыға келетіні бар. Мұндайда ауырған жердің сыртына қауын қабығынан компресс деуге болады. Қолқа демікпесі, яғни бронхит кезінде де көмегі көп. Бірақ асқазанның 12 елі ішектің жарасы бар, ішектері ауыратын, қант диабеті белгісі бар жандар қауынды жемегені жөн. Сіздер де бұл өсімдікті қалай атайды? Жаза кетіңіздер. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар.